Жанерке Сағымжан министрліктің осы апта көлемдегі айтулы жаңалықтармен таныстыратын боламын. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінде ашық сағат алаңында отандық авиакомпаниялардың әуе кемелерінің паркін толықтыру мәселелеріне арналған кеңес өткізілді. Алқалы жиынның күн тәртібінде әуе компаниялардың ұшу бағыт кестелерін уақытылы орындаудың маңыздылығы жөніндегі мәселелер қаралды. Шілдеден бастап рейстердің кешігуі салдарынан жолаушылардың құқықтары сақталмағандықтан қазақстандық авиакомпанияларға 8 мың АЕК сомасынан дейін айыппұл салынды. Астана жаңа қала респираторлар өндірісіне байланысты жобаны іске асыру қарастырылып отыр. Жаңа зауыт шамамен 40 адамды жұмыспен қамтамасыз етпек. Бүгінгі таңда осыған байланысты 6 мыңға жуық жұмыс орнын құрумен 54 жоба іске асырылды. Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Алмас Ыдырысов урбанистер форумына қатысты. Бұл жиында қаладағы дамыту бағытындағы инновациялық идеялармен алмасатын кәсіби диалог алаңы саналды. Форумда қала құрылысындағы тың көзқарас, оның құрылысының тиімді ұйымдастырумен жаңа жұмыс орындарын құруға қауқарлы қалалық экономикалық даму мәселелері талқыланды. Халықаралық рейстер санының ұлғайту жөніндегі атқарылып жатқан жұмыстар шеңберінде Қазақстан мен Түркия астаналарының арасында тікелей әуе рейсінің салтанатты ашылу рәсімі өтті. Астана мен Анкара арасындағы рейстер аптасына 2 рейс жиілігімен Б737 үйлес әуе кемелерінің жүзеге асырылатын болады. Аталған рейстердің ашылуы Қазақстан мен Түркия арасындағы сауда, туризм және бизнес дамытуға оң әсерін тигізеді деп күтілуде. Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев City Construction және China Huangqiu Construction Engineering компанияларының өкілдерімен кездесті. Кездесу барысында Shape Petroleum Ltd. Қазақстандық компаниялардың қытайлық компаниялар арасындағы келісімшартқа қол қойды. Осы келісімшарт арқылы Батыс Қазақстан облысының өнімділігі 130 мың тоннадағы метанол өндіруге қауқарлы газ-химия кешенін салуды көздеп отыр. Қайырбек Айтбайұлы Әулиекөл аудандағы өрт кезінде зардап шеккендерге арналған тұрғын үй құрылысының белсенді қатысқаны үшін сала мамандарын мемлекеттік наградалармен марапаттады. Кейін министр Қостанай облысының тұрғындарымен кездесті. Әңгіме барысында облыс тұрғындарын жол құрылысы және өнеркәсіп тақырыптары бойынша сұрақтарын қойылды. Министрліктің осы апта көлемінде орын алған негізгі жаңалықтар осындай. Амандықта жүздескенше.